Ассалаумалейкум достар, сіздермен бірге Марфуға Шапян. Әдеттегідей менің каналымда жүздесіп отырмыз. Бүгін менің каналымда қонақта Әйгерім ұстаз. Ол өзі Мысырдағы Әл Азхар университетінің түлегі, қазір Нұр Мүбарак университетінің ұстазы. Біздің қыздарды, қыз-келіншектерді мазалап жүрген сұрақтарға жауап береді. Бүгінгі сұрағымыз ол жүкті әйелдерге қатысты. Яғни жүкті әйелдер намаздан босатыла ма? Маған көп жазады. Мысалы, қиналып кеттім, сәждеге бара алмай жатырмын, немесе осы кезден тоқтатып қойсам бола ма намазымды, сосын босанып алып, есім жинап алған соң оқимын деген сияқты. Бұл мәселеде дініміз не дейді? Жалпы намаз кімге жүктеледі? Бірінші сол шарттарын қарайық. Кім мукаллеф деп аталады бұл. Мукаллеф деген мәселесі бұл жүктелген, тікелей тілдік мағынасын алатын болсақ, жүктелген мағына білдіреді. Енді кім жүктелген болып есептеледі? Кім мукаллефқа жатады? Оның 3 адамның түрлері бар. Ең бірінші бұл мұсылман болу. Егер біз өзімізді мұсылман санайтын болсақ, болды, біз мукаллефпіз. Екінші шарты бұл балиғатқа толу. Егер де біз балиғатқа толған жаста болсақ, болды, біз мукаллефқа жатамыз. Үшінші шарты бұл мукаллеф болудың, бұл ақыл есі дұрыс болу адамның. Егер де мысалға мәжнун деп айтамыз ғой, немесе ақыл есі кем, жынды деген секілді сондай адамдар болса, сол кезде осы 3 шарт орындалатын болса адамның бойында, сол кезде бұл мукаллефқа жатады деген сөз. Солардың қатарында жүктілік жоқ. Бұлай қарайтын болса. Сондықтан осы 3 шарт адамның бойында бар ма әйел адам? Мұсылман, және де аяғы ауыр болғанымен де, егер де ақыл есі дұрыс болса, егер де балиғатқа толған болса, онда ол намазы түспейді деген сөз. Ол намаз бола ма, ораза бола ма, көрдіңіз бе? Енді қалай, енді жүктілік кішкене бекерге айтылмағанда, жүктілік ауыр тиеді кейбір әйелдерге. Сол кезде қалай дейміз дегенде, намазды орындайды. Толығымен, толғаға келгенге дейін намазын орындау керек. Бірақ қиын болған кезде бір жеңілдік бар. Ислам дініміз жалпы жеңілдік діні. Сол себептен егер де тұруға қиын болса, намазды орындаған кезде сәждеде, немесе осы қиямда тұрған кезде қиын болса, рукух сәждеге қиын болса, ең кем деген кезде хотя бы адам отырып намаз оқыса болады. Жеңілдіктерді пайдалану керек. Өзін қинап, жоқ мен осындай істеймін деген ол да болмайды. Яғни берілген жеңілдіктерді қолдану керек. Қолдану керек. Себебі басқа бір хадис бар. Егер де инна дина юсрун дегенде, дін ол жеңілдік. Фаман юшаддида дина ахадын, егер де кім өзінің дінді егер де қатты ұстаймын десе, онда ол дін оған басым түседі екен. Керісінше Аллах Тағала сізді көрсетіп қояды. Сіз қандай әлсіз пенде екеніңізді көрсетіп қояды. Көрдіңіз бе? Сондықтан осы жеңілдіктерді максимально андай қолдану керек. Сол себептен егер жүкті әйел адам намазын қиналып жатса, онда отырып оқысын. Отырып оқыған кезде ол жай өмірінде де отырады ғой. Ал намаз ең көп 5-10 минут, 15 минут қана кезде. Отырып намаз оқығанда оған шамасы жетеді. Тіпті мысалға әйел адамдар толғақ кезінде де намаздар оқиды. Уже босанғаннан кейін ғана ол міндет емес та оған. Себебі ол нифастың кезіне кіреді. Яғни босанғаннан кейін 40 күн нифасынан тазарғанша міндет емес, Сол себептен ол тіпті толғақ кезінде ең болмаған кезде және парыздан ең болмаған кезде өтеу керек. Мысалы сүннеттерге де қиналып тұрса, жақсы, онда уақытша қоя тұрсын. Онда ең аз мөлшеріне. Ал егер де оқи алатын болса, онда толығымен оқып жүрген дұрыс. Отырып деген кезде жерге отырса болады, аяғын бүктеп, немесе орындыққа да отырып болса. Сол кезде мысалға қиямда тұрған кезде жай отырады, рукухқа барған кезде сәл ғана кішкене еңкейеді, ал сәждеге барған кезде одан қаттырақ кішкене еңкейіп тұрады. Кім жерге отырып, маңдайы нақты бір нәрсеге тию міндет емес қой? Міндет емес. Әркім өзінің жағдайына қарайды. Мысалға жерде отырып, кейбір әйелдер болады, намазды оқиды, сәжде рукухқа барған кезде қиналмайды, тұрғанға қиналады. Отырып сәжде рукухын жасаса болады. Толық жасап, оған да шамасы жетпесе, онда осындай орындыққа отырып, және де сәл ғана осылай еңкейіп тұрса бола береді. Рукух сәжделерін солай жасаса болады. Ол міндет толығымен дәретін алады, құбыла жаққа қарайды, ешқандай жай намазды қажет етпейді оған. Таза жерде отырса болды. Бұндай намаздың өтеуге де шамасы жетеді деп ойлаймын қыздардың. Түсінікті, рахмет көп.
Алла разы болсын сізге осындай көкейімізде жүрген маңызды сұрақтардың барлығына жауап беріп жатқаныңыз үшін. Егер сұрақтарыңыз болса, осы видеоның астына жазыңыздар, төменде көрсетілген біздің инстаграмымызға да жазылып қойыңыздар. Ол жақтан да қызықты мәліметтер табасыздар дінімізге қатысты. Каналымда келесі кездескенше аман сау болыңыздар.